Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Сіздермен бірге Ақерке бүгін сіздерге өте дәмді үй жағдайында жасалатын палаудың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепті описанияда міндетті түрде жазып қалдырамын. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап турап қоямыз. Мен 6 сәбіз қолдандым. Көріп отқандарыңызда екеуінің түсі екі түрлі. Осындай сары сәбізді де қолдансаңыздар, палауыңыздың түрі де әдемі әрі дәмі де әдемі болып шығады. Екеуі осындай. Етті де турап дайындап қоямыз. Қалауларыңызша қосасыздар етті, тауық етін қоссаңыздар да болады. Мінекей сәбізімізді турап болғаннан кейін енді пиязымызды 2 пияз қолдандым, соны да турап дайындап қоямыз. Одан кейін қойдың құйрық майы 100-200 грамм қоссаңыздар болады. Оны да осылай 4 бөлшектеп турап дайындап аламыз. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін газымызға қазанымызды қойып, астын жағып, қатты қыздырып аламыз. Қатты қызғаннан кейін осылай қойдың құйрық майын салып ерітетін боламыз. Ерігеннен кейін осылай шыжығын алып тастаймыз да үстіне 1 пиала үйдің осындай барлығын емес, мінекей түбінде осындай қалады. Қосып тастаймыз, жарты пиалайдай ғой. Енді қатты қызып тұрған майымызға пиязымыздың жартысын ғана қосып қуырамыз. Мінекей осындай қоңыр болғанша қуыруымыз керек. Өйткені дәл осы түс біздің палауымыздың түсін береді. Осыған байланысты болып келеді палауымыздың түсі. Енді етімізді қосып тағы да қуырамыз. Әбден 5-10 минут бойы қуырып болғаннан кейін пиязымыздың қалғанын тағы да қосып, қоңыр болғанша қуырып аламыз. Мінекей осындай болғанша қуырып, үстіне сәбізімізді қосамыз. Сәбізді де 10 минуттай әдемілеп қуырып алуымыз керек. Енді сәбізіміз дайын болғаннан кейін мінекей үстіне су құямыз. Осындай кружка 500 мл-де мен 2 кружка қостым. Үстін сәбізбен еттің үстін сәл жауып тұрса болды. Қайнағаннан кейін үстіне 2 шай қасық тұз қостым және 1 шай қасық зира қостым. Одан кейін палауға арналған осындай приправа қостым. Ішінде мейізі, куркума, зира бәрі бар. Бірақ мен оның тек мейізін теріп алып қана қостым. Мінекей 2 ас қасық толтырып қостым. Араластырамыз. Енді осының ортасына 1 сарымсақты қойып, асын жай қойып 1 сағат немесе 2 сағатқа дейін бұқтырып қойсаңыздар болады. Етіңіз таза, жұмсақ болып піскенше. Енді оған дейін күрішімізді дайындаймыз. Осындай кесемен 3 кесе күріш алдым. Лазер күріші. Менде осыны мұздай суға 7-6 рет қайтара жуып, жылы суға жібітіп қоямыз. 10-15 минутқа немесе жарты сағатқа жібітіп қоясыздар. Жібіп болғаннан кейін осындай енді палауымыздың сорпасына қосамыз да астын қатты қойып, суы тартылғанша мінекей қайнатамыз бұқтырып бетін жауып. Мінекей суы тартылғаннан кейін осындай үстіне шұңқырша істеп, ортасына қайтадан сарымсағымызды салып, бетін пленкамен жауып қоямыз. Күрішіміз піскенше. Асты жай болу керек. Мінекей палауымыздың күріші дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді, өте күшті болып тұр. Сіздер де менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға да ұнады деген ойдамын. Ас болсын.